Қазақстандағы мырыш өнеркәсібі. Отанымыздың Қарағанды, Қызылорда, Алматы, Батыс Қазақстан облыстары түсті металлургия, дәлдеп айтсақ, мырыш өндіруде үлкен жетістіктерді иеленіп отыр. Мырыш Қазақстанның Жаңақорғанындағы Шалқия, Батыс Қазақстан облысындағы Риддер Соколов, Қызылордадағы Қашар және Қарағандының Жәйрем, Шатыркөл кеніштерінен алынады. Қазақстандағы мырыш рудалар карьерлерден алынып, кейін флотацияға ұшырайды. Содан соң шикізат арнайы пештерде жоғары температурада өңделіп, электролизден өтеді. Мырыш тазартылып, тапсырыс берушінің қажеттіліктеріне байланысты қапталады да жіберіледі. Өнімнің шаруашылықтағы қолдануына Казцинк компаниясының өнімін алсақ, байытқаннан кейін олар концентраттарды Өскемен және Риддер металлургия кешендеріне жібереді. Бұл жерлерде дайын өнімдер, металл мырышы, алюминий мырышы шығарылады. Бұлар өз кезегінде аккумуляторлар, автомобильдер, теңіз кемелерінде және өзінің беріктілігіне байланысты теледидарлар экранын жабдықтауға қолданылады. Цинктің тасымалдануы Қазақстанда теміржол әдісімен жүзеге асады. Бізде теміржол магистральдары жақсы дамығандықтан, оларды арнайы контейнерлерге немесе вагондарға салып, ел бойынша оңай тасымалдайды. Ал арнайы орындарға жіберу үшін көлік немесе су транспортын қолданады. Қазақстан Республикасы мырыш кенін өндіруден бірінші орында болғандықтан, оның экспортталатын серіктес елдер қатары үлкен. Мысалы, Қытай, Италия, Турция, Оңтүстік Корея, Индия, Вьетнам және Германия елдері біздің ірі мырыш импорттаушыларымыз. Бүгінгі таңда мырыш өндірумен және өңдеумен айналысатын бірнеше ірі кәсіпорындар бар. Ең танымалдарының бірі Орталық Азиядағы ең ірі мырыш өндіруші және металл бұйымдары нарығында жетекші орынға ие Казцинк компаниясы. Қазақмыс Корпорейшн Қазақстандағы ірі мыс мырыш компаниясы. Тау-Кен Самұрық Қазақстандағы тау-кен өнеркәсібіне, оның ішінде мырыш өндірісіне ірі инвесторларының бірі болып табылатын мемлекеттік компания. China Non-Ferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction Company Қазақстанның Жезқазған қаласындағы мырыш зауытының құрылымына инвестор болып табылатын қытайлық компания. Korea Zinc Company оңтүстік кореялық инвестор. Руда мен концентраттардың негізгі импорттаушылары Ресей мен Өзбекстан болса, шикі мырышты бізден Қытай мен Түркия импорттайды. Өткен жылы еліміздің металлургтері 297 мың тонна мырыш кендері мен концентраттарын және 290 мың тонна шикі мырышты экспорттаған. Негізінен кендер мен концентраттардың экспорт көлемінің төмендеуіне қарамастан, ақшалай тұрғыдан сыртқы нарыққа жеткізілім бірден 239,5 миллион доллар әкелді. Бұл алдыңғы жылдан 30%-ға көп. Өңделмеген мырыш экспорты бірден 1,5 есе өсті. Қазірдің өзінде 235 миллион доллар. Қазақстандағы мырыш өнеркәсібінің ел экономикасы үшін маңызы зор. Ол мыңдаған адамдарды жұмыспен қамтамасыз етеді және елдің металлургия өнеркәсібінің негізгі салаларының бірі болып табылады. Сонымен қатар, мырыш және мырыш концентраттарын экспорттау Қазақстан экономикасына валюталық түсімдердің маңызды көздерінің бірі болып отыр.